Сәлем достар, егер сенің бауырың ауырып жүрсе, өтің толса, онда осы видеоны аяғына дейін қара. Осы видеоға лайк бас және каналға тіркел. Бұдан да әрі өте қызықты видеолар шығарамыз. Ал ондай болса кеттік. Өтті тазалауға ең алдымен асқабақ шырыны, сәбіз шырыны, қызғалдақ шырыны және де сельдерей, укроп, петрушканың шырындарының пайдасы өте үлкен. Ал оны дайындау үшін ең алдымен кез келген өнімдердің біреуін аласыздар, оны соковыжималкадан өткізіп алып, таңертең ерте аш қарынға ішесіздер. Оған 30% су қосып аш қарынға ішесіздер. Одан кейін 3 сағаттай ештеңе ішуге болмайды. Және де кешке тоже қайталайсыздар. Жататын кезде осындай шырынды ішу керек. Бұл шырындарды тек қана біреуіне қатып қалмай, мысалы таңертең асқабақ шырын ішетін болсаңыз, кешке жақын жататын кезде кез келген қызылша немесе сельдерейдің соғын ішсеңіз болады. Бұл өте бауырға, өте тазалауға өте үлкен пайдасы үлкен. Және де бауырдағы өтті, бауырды тазалау үшін майлы, тәтті, ащы тамақтарды қою керек. Бауыр тазаланғаннан соң беттеріңіз жылтырап, тап-таза болып, бөртпе, безеуден арыласыздар. Рахмет.